Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бешбармақ жасайтын боламыз және де өзімнің бірнеше кеңесімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де каналға жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр ханшайымның осы қазақтың ұлттық тағамын жасау барысында өзінің бір тәсілдері болады. Сонымен бөлісе кететін боламыз сіздермен. Ең алдымен салқын суға осылайынан етімізді салып аламыз. Ет менде жылқының еті, қазы, қартасымен бірге салып қойдым. Енді ең алдымен мен бірінші қамырын дайындап аламын. Бір жұмыртқаны салып, араластырып, бір ас қасық үстіне тұз салып, салқын су құйып, осылайынан жақсылап араластырып, сол сумен нан илейтін боламын. Ыдысымызға нанды, ұнды міндетті түрде електен өткізіп, кішкене ортасын ашып, дайындап қойған суымызды салып, басында қасықпен болмаса қолмен нанды илейтін боламыз. Суымызды міндетті түрде аз-аздан құя отырып, қаттылау қылып біз нан илейтін боламыз. Нанды қатты қылып илеген жағдайда кішкене қойып қойсаңыз, еуі кішкене қанып, ет піскенше ол бізде қамырымыз әдемі болып тұрады. Және қатты қылып илеген нан бізде езілмей жақсы болып шығатын болады. Мінекей суды құюды асықпаймыз. Осылайынан аз-аздан құя отырып, біз әдемілеп нан илейтін боламыз. Мінекей осылайынан илегенде 10 минуттай осылайынан нанды үйін қандырып жақсылап илеп, салафанға салып қойып қоямыз. Сол арада біздің етіміз қайнады, бетіндегі көбігін жақсылап тазалап аламыз. Осылайынан жақсылап көбігінен тазартып алғаннан кейін отты жай отқа қойып, 2-2,5 сағаттай қайнатып пісіреміз етімізді. Еттің пісуіне жарты сағаттай қалғанда мен қамырын жая бастаймын. Жаңағы илеп қойған дайын қамырымызды енді осылайынан жая бастаймыз. Мен үлкен қылып бір қамыр жайғанды ұнатамын. Дәл осы зуаланы екіге бөліп, екі нанды екі зуаланы қып жайсаңыздар болады. Бірақ мен осылайынан үлкен бір зуалы нан жаятын боламын. Менің қамырымның еуі әбден қанып, әдемі болып тұр. Яғни жаю барысында ешқандай қиындық тудырмайды. Және де алдыңғы видеоларда да мен сіздермен осы қамыр жаюдың лайфхак түрімен бөліскен болатынмын. Оны да осы видеода да толық көрсетіп кететін боламын. Жақсылап ұн сеуіп, екі жағын жауып, осылайынан қаттырақ басып, екі шетінен жақсылап нанды жайып шығамыз. Осылайынан ашқан кезде уже біздің нанымыздың, қамырымыздың көлемі үлкен болып өседі. Солайынан 4 рет, 5 ретке дейін қайталауға болады. Мінекей менде нанды жайып болып та қалдым. Өте жұқа, әдемі болып шықты. Біркелкі доп-домалақ болып осылайынан шықты менде. Мінекей қараңыздар. Енді осыны жайып, мен нанды кесетін боламын. Осындай қылып, видеода көрсеткендей қылып кессеңіздер, үлкен-үлкен қылып, қамыр бізде піскен кезде ешқандай езіліп, жыртылып кетпейтін болады. Әдемі болып пісіп шығатын болады. Мінекей осындай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп алдым. Енді нанымызды пісіретін боламыз. Мен етін сүзіп алып,
арнайы сорпаға қара сорпадан құйып алып, үстіне су құйып бір қайнатып алдым. Қайнап тұрған сорпамызға біздің қамырымызды салдым. Қамыр бізде үлкен болғандықтан міндетті түрде арасында осылайынан араластырып тұру керек, жабысып қалмас үшін. Дәл осылай жасайсыздар видеода көрсетілгендей. Әрине бізде әр ас үй ханшайымның өзінің тәсілдері болады. Мен де сіздерге өзімнің жасау жолымды көрсетіп жатырмын. Қамырымыз осындай әдемі болып түседі, қараңыздар. Енді бетін жауып 6-7 минуттай қайнатып аламыз, пісіріп аламыз қамырымызды. Енді біздің қамырымыз пісті. Арнайы ыдысымызға кішкене майын құйып алдым, асты жабыспас үшін. Мінекей қамырымыз осындай әдемі болып піскен екен. Енді арнайы сүзгішпен жақсылап сорпасын қалдырмай, осылайынан жақсылап сүзіп аламыз. Тұздығын алдын ала мен жасап қойғам. Пиязды турап, үстіне дәмі бойынша қара бұрыш салып, сорпаның бетіндегі майын қалғып алған болатынмын. Енді соны қазір осылай тұздық ретінде қамырымыз жабыс қалмас үшін осылай қамырымызға жағып шығамыз. Ең алдымен тек осындайда майынан салып, араларын ашып шықтым. Одан кейін ғана барып пиязын осылайынан бетіне салып шығамыз. Мен пиязды қайнатпаймын майда. Тек қана алдын ала ерте бастан пиязды турап сорпаға салып қоямын. Сонда біздің пиязымыз қатты піспей әдемі болып тұрады. Бетіне осылайынан еттің жартысын турап, қалған тарту сүйектерімді бетіне қойып, осылайынан ұсындым. Мінекей біздің етіміз толығымен дайын. бешбармағымыз өте дәмді болып шықты. Қамыры да жұқа әдемі болып шыққан, езілмей. Осылайынан тарту еттім. Осы рецепт бойынша осы әдістерді қолдану арқылы жасап көрсеңіздер де болады. Менімен бірге болғандарың үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.